Бізге ұзақ жылдар бойы бір қарапайым ой сіңірілді. 1 қаңтар орыстардікі, Рождество христиандардікі, ал Наурыз қазақтың жаңа жылы. Бұл логика құлаққа таныс, бірақ тарихи тұрғыдан қарасақ өте қарабайыр. Себебі бір маңызды нәрсені ескермейміз. Мерекелер ұлтпен емес, мәдени алмасумен қалыптасады. Бұл видео қай мереке жақсы немесе жаман екенін айту үшін емес. Қай мереке қайдан келді, бізге қалай енді және біз оны неге өзіміздікі деп қабылдай бастадық деген сұраққа жауап іздеу. Алдымен ең басты нәрсені анықтайық. Жаңа жыл табиғи құбылыс емес. Табиғатта 1 қаңтар деген күн жоқ. Жылдың басы бұл адамдардың келісімі. Әр өркениет жылды өз логикасымен бастаған. Ежелгі Египет Ніл тасқынымен, Қытай ай күнтізбесімен, Рим наурызбен, түркілер күн мен түн теңелуімен. Яғни мәселе қайсысы дұрыс емес, мәселе қайсысы қай мәдени ортадан шықты. 1 қаңтар ежелгі Рим өркениетінің өнімі. Римдіктер жыл басын Янус құдайының құрметіне белгілеген. Янус бір жүзі өткенге, бір жүзі болашаққа қарайтын құдай. Сондықтан януарий Янус. Жаңа жыл жаңа бастама. Қазір бұл діни емес, азаматтық уақыт өлшеу жүйесі. Христиандықпен шатастыру. Маңыздысы 1 қаңтар Рождество емес. Рождество 25 желтоқсан. 1 қаңтар күнтізбелік жыл басы. Бірақ Ресейде мемлекеттік жүйе православ дәстүр араласып кеткен. Сол себепті бізде жаңа жыл христиандардың мерекесі деген түсінік қалыптасты. 1 қаңтар қазақ даласына қалай енді? 1917 жылға дейін қазақ қоғамында 1 қаңтар жаңа жыл ретінде болған жоқ. Көшпелі өмірде уақыт табиғатқа, малдың күйіне, маусымға байланысты өлшенді. Кеңестік кезең 1 қаңтар Қазақстанға кеңес өкіметімен бірге мектеп, завод, мемлекеттік жүйе арқылы енді. Бұл ұлттық емес, модернизациялық секуляр мереке болды. Яғни 1 қаңтар қазақтың ұлттық дәстүрінен шыққан мереке емес. Қоғамды бір тәртіпке түсіру үшін енгізілген діннен бөлек мемлекеттік мереке болып қалыптасты. Шырша да христиандық символ емес, кеңестік идеологияның элементі. Яғни 1 қаңтар ұлттық дәстүрден емес, кеңестік идеология мен мемлекеттік жүйеден туған мереке. Сондықтан 1 қаңтар мәдени алмасу мен саяси жүйенің нәтижесі. Наурыз қайдан келді? Наурызда таза этникалық мереке емес. Түп төркіні парсы тілінен нау жаңа, рус күн. Бұл мереке Иран, Орта Азия, Кавказ аймағына ортақ. Бірақ түркі халықтары оны өз дүниетанымына бейімдеді. Табиғи циклмен байланыстырды. Көшпелі логика. Көшпелі қазақ үшін жыл қыс емес, жыл көктемнен басталады. Неге? Мал төлдейді, жер жанданады, тіршілік қайта басталады. Сондықтан Наурыз қазақ үшін сырттан келген, бірақ мағынасы өз өмір салтына дәл келген мереке болды. Бұл таза мәдени бейімделу. Наурыз неге жойылды? Кеңес үкіметі үшін Наурыз діни емес, бірақ ұлттық қауіпті мереке еді. Себебі халықтық бірегейлік, дәстүрлі уақыт өлшемі, орталыққа бағынбайтын мәдени код. 1926 жылдан бастап Наурызға тыйым салынды. 60 жыл бойы жоғалды. Тек 1988 жылы ғана қайта оралды. Салыстырмалы түрде алатын болсақ, 1 қаңтар күнтізбелік келісім, мемлекеттік жүйе. Бұл көшпелі емес, қалалық өмір салтынан шыққан мереке, кеңестік мұра. Ал Наурыз табиғи цикл, мәдени дәстүр, көшпелі шығыс пен түркі мәдениеттерінің өзара ықпалы. Сонда бұл жерде сұрақ қайсысы біздікі емес, сұрақ қайсысын біз қалай түсінеміз болуы керек. Ендеше мифтерді бұзамыз. 1 қаңтар біздікі емес, тойламау керек. Тойлау ол сатқындық емес, жай ғана қолдану. Наурыз таза қазақтікі. Жоқ, ол аймақтық өркениет өнімі. Екеуінің қатар тойлау қате. Қате ол тарихты білмеу. Қорытындылап айтқанда 1 қаңтар мемлекеттік уақыттың басы, ал Наурыз мәдени уақыттың басы. Екеуі де Қазақстанда пайда болмаған, бірақ қазақ жерінде мағына тапқан. Парадокс ол мерекені тойлау емес, оның мағынасын түсінбей тойлау.